Құрметті әріптестерді жақсы сөздер айтып жатыр, бүгін интервью алып жатыр Нұрлыбек барлық осы ветерандардан. Мен 50 жыл болды осы спортта жүргенім. Қалай жұмыстар істедім, кішкентайларды, үлкендерді, сборный Қазақстанды, Совет одағын құрамын, Францияны командасын дайындадым. Ой, мәкен толқығаныңыз бірінші 18 жыл сборный тренер. Ал енді қазір содан кейін мысалға мен қандай должностьтарға шақырды. 4 облыста спортты басқаруға шақырды. Мен ешқай уақытта барған жоқпын. Өйткені мынау спортты басқаруға табылады адамдар. Но тренер чемпиондай табыла бермейді. Мен осы тренерді жақсы көрдім. Агрономды тастап кеттім. Бірақ әкем өкпелеп, сен агроном болмадың, сен бастық болмадың деп, спортқа бардың, онда деген ол деп. Қазақта айтады ғой, асық ойнаған озар, бәрінен де қой бағып озар деген ауыл шаруасын озар дейді. Сонда әкем 3 жыл менен сөйлеспей қойды, спортқа кетіп қалды. Бірақ кейін мен өзімнің спорттың өмір екенін, спорттан да жақсы адам болады көрсеттім. Жаңағы 18 жыл ауыл спортының главный тренер болдым. 18 жылда қазақта қанша баласын өсірдім. Жамбылда демес, қазақ балаларын өсірдім. Бір бізде, мен өзім күрескен адам, бір адамдай күрестім, бірақ бір ретте мен Совет одағына апарған жоқ. Тренер кореец болды, неміс болды, басқа ұлттар болды. Соны мен келіп, ойладым, не жөніп, мен өзім бір адамдай күрестім, қазақ балалар неге күресе алмайды деп. Соны барлығын тастап, тренер болып келдім. Біз доказали, қаншама чемпион миралар шығардық. Мен өзім юноштан, молодежьден, взрослыйдан чемпион мира, 12 Павлодарда Кубка мира, 8 чемпион Азии, чемпион Европадан, призерларды есептемегенде мен жалғыз өзімдікі. Қазақстан бойынша қаншама біздің ауыл спорт арқылы, қаншама балаларды мен дүние жүзіне шығардым. Біздің главный тренер уже ауыл спортында 50% Қазақстаннан барады, 50% басқа 15 мемлекеттен барады. 15 республикадан. Сонда қаншама біздің балалардың мықты болғандығы, бір жағынан менің сөйлеуде тұрғандығым. Ал енді қазіргі жастар өсіп келе жатса, директор болғысы келеді, бастық болғысы келеді. Ал жақсы, мен айтайын деген істері. Жақсы тренер болып істеу керек. Біздің елдің туын көтеру керек. Біздің елдің қазақ деген мемлекеттің бар екенін білдіру керек. Ал столда жаңағы мына жерде қандай адам болса отыра беруге болады. Мына жерде жүрегінде спорт деген бар болса. Ал тренер ол өзі өмірден, жүректен келетін нәрсе. Үлкен бапкер болу деген. Мысалы мен 18 жылда бүкіл 6 Азия мемлекетіне жауап беріп отырдым. Солар үшін голосовал. За каждого узбека, за каждого киргиза, за каждого таджика. Мен арқылы мирға шығатын. Сонда мен уақыттарды болды. Кейде енді бір жастар түсінбей қалған уақытта мен айтамын, мен де сенде болғанмын, сен де менде боласың deyip, сен де картеесің. Кезінде мен қолым ұстай алмай жүрген адамдар болған. Бірақ өмір деген осы, бүгін шаршап, енді пенсияға шыққанда да біраз жыл болды. 9 жыл болды пенсияға шыққан жұмыс істеп бара жатқанына. Енді өзімді кетейін деп басым ұшырағаннан кейін тағы бір жылға қалып едім. Биыл мына жастар федерация деген бізді жоқ, бұл кісі кетсін деп жатыр. Өткен жылы Евразия барысында жаңа бізді тауға барып тықты. Менің 50 жылдық немде практикамда тауға үлкен жарыстарында ешкім бармайды. Федерация барып тауға тықты. Бірінші нөмірлерді. Мен 2-3 нөмірді Жамбылға барып дайындадым. Қинаған уақытта сол Жамбылдағы 2-3 нөмірлер бізге Евразия барысын ұтып берді. Егер де мен соны істемес, біз бір ұтылып қалатын едік та, 3-ші орында ілікпей қалатын едік. Вот сонда бізге позор сонда болатын еді. Мен позордан алып шықтым былтыр. Алдыңғы жылда алып шықтым сондай. Ал бірақ оны білмейтін. Білмейтін адамдар федерацияда отырған. Нұрына есі бермейді спортқа. Ол функционер, журналисті, спорттың сол адамдар айтады, сол адамдар мысалы спорт көбінесе құртағында қазір федерацияда. Сол білетін адамның тілін алмайды, білген адам оларға неше ай. Біз, мысалы мен білгенім үшін солар маған шықсын деп жатыр жұмыстан. Білмеген адамдар бұғып жүре береді солардың көлеңкесінде. Сол айтайын деген сендерді айналайындар, абдушилдің спортты сүйіңдер, қазақтың мемлекетін көтеріңдер. Менің жасымды берсін, менің жолымды берсін. Мен жамандық ешқандай көрген жоқпын. Осы спорттың арқасында
барлық жаңа менің жолдасым айтты, бүкіл награданы алдым, барлық атақты алдым. Совет үкіметінен де, дүниежүзілік, международный оннан да алдым. Алтын, 22 караты бар, бриллиантовый орден алдым. Оны сіздер білмейсіздер. Қаншама алып жатырмыз. Ол кім? Еңбектің арқасы. Мен де тілейді, сіздер де сондай атақты бапкер болыңдар, қазақтың туын көтере беріңдер. Әр уақытта жақсылық болсын, барлық менің жасымды жолымды берсін. Рахмет сіздерге. Кетпей жүре тұрғанда дұрыс болады деді. Мен кетіп жатқан жоқпын. Себебі федерация советчикпін. Кеше түнде ғана келдім, Словениядан Европа ойындарын өткізіп келдім. Сол жерде барлығын күрес басқарып, өзімді қазақ күресін. Әлі де мен қазақ күресінде боламын, әлі де кездесіп тұрамыз.